Сәлем достар, сіздермен бірге қысқаша кино. Дәл осы видеода сіздерге Наркоз фильмін қысқаша айтып беретін болам. Достар, видео басталмас бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетейікші. Бұл сіздер үшін 1-ақ секунд, ал мен үшін 100 000 оқырманға алып баратын жол. Я еще не заснул, посмотрите на свои долбанные мониторы. Ну что, ребята, начинаем? Джек Харпер деген дәрігер өзінің досы Клейтон деген жігіттің жүрегін ауыстыру операциясын жасайын деп жатыр. Джектің пациенттері бұрындары да ота бөлмесінде қайтыс болған, бірақ та досына операцияны ол бірінші рет жасап тұр. Бөлмесіне келгеннен кейін Джек әріптестерімен түскен суретті алып, орындыққа отырып, қасына пластикалық ыдыстағы шприцті қояды. Негізінде Джек пен Клей қалай танысты? Клейді алғашында жүрек талмасымен ауруханаға келген кезде Джек пен Клей жақын араласып достасқан болатын. Дәл сол арада Джек Клейдің өмірін аман алып қалған. Ал сәлден кейін Клей Сэм деген сұлу қызды кезіктірді. Ал Сэм болса Клейдің анасы Лилиттің қол астында жұмыс жасайды. Осылайша екеуі бір-бірін ұнатып кездесе бастады. Клей анасына Сэм туралы мүлдем ештеңе айтпаған. Сол үшін де қыз жігітке қатты ренжулі. А я ведь тоже хочу немного счастья. Жалпы Клей өте бай, миллиардер жігіт. Оның әкесі баспалдақтан құлап қайтыс болған кезде, оның компаниясын басқаратын енді анасы Лилит болды. Ал енді жақын арада компанияны басқару Клейдің қолына өту керек. Дәл қазір Клей жапониялықтармен келісім шартқа отыруда. Сонда Джек Клейді жұмысынан алаңдатып, оны балық аулауға шақырады. Оның үстіне Джек Клейді Сэмге үйленсейші деп үгіттеп жүр. Ауруханада Джек Клейға жүрек ауыстыру операциясы кезінде өліп кетуі мүмкін деп ескертеді. Әрине жүрек болмаса Клей өмір сүре алмайды. Сол себепті ол үнемі дәрі қабылдап отыру керек. Жігіт ауруханадан шыққанда оны Сэм күтіп алады. Бірақ та ол қасынан қарамай өтіп кетті. Себебі оған анасы Лилит келген еді. Как меня достала эта ситуация. Лилит баласын дәрігер Джонатан Неггермен таныстырады. Бұл дәрігер әлемге әйгілі хирург, және анасы осы операцияны Неггер жасасын дейді. Бірақ та жігіт бұл шешімге қарсы. Жүрек ауыстыру операциясын өзінің досы Джек жасағанын қалайды. Ал енді Хэллоуин мерекесі басталды. Бұл кешке Клей әскери адамның киімін киіп келді. Дәл осы кеште жапондықтар да бар екен. Ал жігіт осы жапондықтармен келісім шартқа отыру керек. Осындай үлкен шаруа, яғни келісімге келу Клейдің қолынан келді. Осыдан кейін анасымен бірге үйге қайтты. Анасы баласына Қытайға немесе басқа мемлекетке ұшып бар дейді. Сол жақтан қара базар арқылы өзіңе жүрек ауыстыратын донор ізде дейді. Клей донорлық жүректі өте ұзақ күтті және оның үстіне қатты уайымдап кетті. Және анасы уайымдап қалмасын деп Лилитқа барлығы өз уақытысымен жақсы болады, мен үшін алаңдамаңыз дейді. Осы кезде Сэм кіріп Лилитқа қол қоятын қағаз әкеліп қайтадан шығып кетеді. Прости. Ты даже не можешь признать, что мы помолвлены. Ну прости, слышишь? Сосын жігіт қызды қуып жетіп, қайтадан үйге кіргізіп, анасына барлық шындықты айтып береді. Яғни Сэм екеуінің кездесіп жүргені туралы. Және ол Джектің арқасында ота жасау кезінде өліп кетуі мүмкін екендігін түсінеді. Сол себепті де операциядан бұрын барлық жұмыстарны реттеп алғысы келді. Осындай маңызды мәселенің бірі Сэмді өзінің сүйген жары ету. Выходи за меня. Что? Анасы Лилит бұл қарым-қатынасқа түбегейлі қарсы, бірақ та Клей анасының сөзіне аса мән бере қоймады. Үйден шыққанда жігіт Сэмге ұсыныс жасайды, және дәл осы күні діни қызметкерді тауып, екеуі үйленеді. Алғашқы неке түні кезінде Клейға хат келді, және хатта донор табылғаны туралы хабарлайды. Ал сосын Сэм екеуі ауруханаға келді. Осы жерде оларды Джек өзінің серіктесі доктор Патнам екеуі күтіп алады, және дәлізде медбике пайда болды. Оның есімі Пенни Карбер, және осы медбике де операция кезінде жұмыс жасайды екен. Бұл жағдайды анасы Лилит та естіп, өзімен бірге дәрігер Неггерді ертіп алып келді. Және баласына операцияны осы дәрігер Неггер жасасын деп көндіргісі келді. Бірақ та Клей атақты дәрігерге қарағанда өзінің досына көбірек сенеді. Ты очнешься от наркоза, а я буду рядом. Осылайша досы Джек Клейді операция бөлмесіне алып барады. Ал Лилит пен Сэм екеуі күту залында қалды. Сэм Лилитқа газировка автоматын қолдануға көмектеседі, және де қарым-қатынасын дұрыстағысы келді. Джек пен Патнамды тосынсый күтіп тұр. Олардың анестезиологының орнына бөтен бір адам кірді. Оның есімі Ларри, және оны штаттық дәрігерге жіберген екен. Бұл жағдай Джекке ұнамады, бірақ та ол бөтен дәрігерді бұл жерден шығара алмайды. Клейға наркозды егеді. Осылайша Клей ұйықтап кетті, бірақ та ол барлығын сезіп жатыр. Клей ауыртпалықты сезіп қатты айқайлағысы келді, бірақ та ол айқайлай алмайды. Стойте, что-то не так. Еще одна салфетка сюда. Нет, что-то явно не так, Джек.
Джек оның терісін кесіп жатыр. Оның үстіне төсіндегі клеткаларды арамен кесіп жатыр. Және осының барлығын Клей сезіп тұрса да ештеңе айта алмайды. Осы кезде жігіт Сэмді ойлап ауыртпалықты ұмытқысы келді. Бірақ та әкесінің бейнесіндегі біреудің өзінің жерлеу рәсімін өткізіп жатқанын көреді. Осы кезде күту залында Сэмнің қасына бір дәрігер келеді. Және қызға біз бұрын соңында көрістік пе деп сұрақ қойды. Сонда жігіт мазаламасын деп Сэм өзінің неке жүзігін көрсетті. Ал бұл жүзікті Лилит көріп қойды. Сонда Сэм, мен сіздің ұлыңызбен бірге некелестім дейді. Ал сосын қыз абайсызда сөмкесін құлатып алды. Ал оның ішінде Клейдің қабылдап жүрген бүткіл дәрілері шашылып қалды. Сосын Сэм Лилитқа, мен сіздің ұлыңызды қатты жақсы көремін және осыған дейін оған қамқор болып келдім дейді. Сосын екеуі жылы сезіммен құшақтасады. Следи, чтобы он пил лекарства. Ота бөлмесіне донор болатын жүректі алып келді. Сонда Джек Ларриға сен шығып шамалы демалып ал дейді. Себебі әзірге сен жасайтын жұмыс жоқ дейді. Және бұған Ларри келісіп бөлмеден шығып кетеді. Ларри шыққаннан кейін Джек, Пенни, Патнам үшеуі ашықтан ашық сөйлесе бастады. Сонда Джек, мен алаңдап тұрмын. Бізге Ларриді әдейі аңду үшін жіберген сияқты дейді. Джектің ойынша операцияны Джектің өзі әдейі созып, донор болатын списоктың ең соңына Клейді қойып қойғанын біреу білген сияқты дейді. Және осының барлығын Клей естіп жатыр. Да вы что, нахрен издеваетесь? Сосын Джек Пенниді дәлізге кезек жетіп қойды. Егер Ларри келген жағдайда бізге айт дегендей. Ал сосын өздері препаратты донор болатын жүрекке салғысы келеді. Сол арқылы Клейдің әрмен қарай өмір сүрмеу үшін. Қысқасын айтқанда, досы деп жүрген Джек Клейді өлтірмекші. Когда этот Ларри вернется обратно, наш красавчик уже будет прохлаждаться в морге. Алайда Клей бұлардың жоспарын тыңдап жата бермейді. Клей көзіндегі пластырлерді шешіп орнынан тұрды және осы кезде әлі де өзінің ота бөлмесінде жатқанын біледі. Клей мұнда нақты не болып жатқанын білу үшін дәлізді аралап жүре бастады. Осы кезде Сэм өзінің күйеуінің жағдайын дәрігерден сұрап жатты. Ал Ларри болса олардың әңгімесін тыңдап тұр. Сонда дәрігер, мен Клейтонның анестезиологымын дейді. Бұны естіген Сэм бұл жерден кетіп дәрігерлермен сөйлесе бастады. Ал бұның барлығын Клей тыңдап тұр. Сөйтсе Сэмнің өзі де Клейді өлтірейін деп жатқан біледі екен. Сэм әдейі Клейді өзіне қаратып үйленіп алған болып шықты. Тіпті Лилиттің, яғни Клейдің анасының сеніміне кіріп, кейін мұрагерліктің барлығын өзінің атына аударғысы келген екен. А его мать? Издеваешься? Она уже готова удочерить меня, все отлично. Клейдің ізінен қалатын мұрагерлік ақша Джектің сот ісін толықтай жауып тастауға жетеді. Джектің сот ісі деген себебіміз Джектің кесірінен осыған дейін бірнеше адам қайтыс болған екен. Джек, ты знаешь, сколько мы должны выплатить по судебным искам? Ал Клей бұл әңгіменің барлығын естіп тұр. Сөйтіп Клей бұрынғы нәрселердің барлығын есіне алады және осындай адамдарға қалайша сеніп қалғанын туралы білгісі келді. Енді Клей өзінің жай ғана қызға ғашық болған ақымақ бала екенін түсінді. Ол тіпті Джектің қабырғасында ілінген суретті де байқамаған. Бұл суретте анықтап қарайтын болсақ, медбикенің киімін киген Сэм де бар. Вот тварь. Әзірге Клей барлығын көріп тұрғанда Джек мойындайды. Миллиардер жігітті алдау әдісін Джек ойлап тапқан. Әуел баста Пенни Клейді өзіне қарату керек болды. Ал кейін оның жүкті екені белгілі болып, бұл істі Сэм өзінің мойнына алған. Ал ең басында Клей жүрек талмасымен ауруханаға түскен кезде Джек байып кетуді ойлаған екен. Бірақ осыған қарамастан Джек өзінен күмәнданып тұр. Сол себепті де Сэм жүрекке салу керек болған препаратты қолына алып, оны Джекке береді. Ал сосын Джек препаратты жүрекке айдап, оны Клейға орнатады. Сонда Клей өзінің кеудесінен жүрегін алып жатқанын сезеді. Ал қатты қиналғаннан оның көзінен жасы да ақып кетті. Сонда Клей ота бөлмесіне қарай жүгіреді. Сосын Ларриға, яғни анестезиологқа өзінің барлық нәрсені сезіп тұрғанын көрсеткісі келді. Алайда дәрігер еш нәрсені де сезбеді. Осы кезде Лилит өзінің баласына бір қастандық жасалып жатқанын сезгендей болды. Бірақ та Сэм келіп Лилитті барлығы да дұрыс деп тынышталдырып қойды. Енді Клейдің ешқандай үміті қалмады. Ол ауруханадан шығып өзінің үйіне қарай барды. Дәл осы кезде дәрігерлер жүректі орналастырып болды. Алайда салған донорлық жүрек ешқандай да жұмыс істемейді. Ал сосын Джек пен Ларри Лилитқа жаман хабарды жеткізуге келді. Сонда анасы Лилит барлық жағдайға Джекті кінәлайды. Ал сосын Джек кеткен кезде Ларри жігіттің анасынан баласының қанын айналдырып тұрған құрылғыны ақтып тастауға рұқсат бер дейді. Сонда Лилит баласының әлі тірі екенін түсініп, дәрігерге бірнеше минут
минут уақыт ойланып алайын дейді. Осы кезде Клей өзінің төсегіне келіп жатады. Төсенішінің басында бір ғана жарық жанып тұр. Басқа жердің барлығы қараңғы. Клей төсекке жатқанда алдындағы шам да сөнеді. Клей өліп кетуге дайындалып жатыр. Бірақ та осы кезде бір жарық жанды. Сөйтсе бұл оның анасы Лилит екен. Ал шын мәнінде Лилит кофеханада отыр. Бұл жерден әйелді Ларри тауып алды және онымен сөйлескісі келді. Алайда Лилит қайтыс болып кеткен екен. Что с вами? Лилит Сэмнің сумкасынан түскен дәрілерді көп мөлшерде ішіп қойған. Сонда кофеханаға доктор Неггер өзінің командасымен бірге келді. Дәрігер Лилитті тез арада ота жасау бөлмесіне алып барады. Осылайша дәрігер Лилитті өзінің баласы жатқан бөлімшеге алып келді. Осы жерде дәрігер Неггер Джекке және оның қасындағыларға бұл жерден көздеріңді құртыңдар дейді. Себебі дәрігер Неггер препаратты жүрекке енгізіп, оны Клейдің кеудесіне салғанын түсініп қойды және жақын арада полиция келетінін де ескертті. Как же ты мог? Лилит өзінің баласына бұндай қадамға не үшін барғанын түсіндіріп берді. Сөйтсе, Лилиттің жүрегі баласының жүрегін ауыстыруға дәл сәйкес келеді екен. Сол себепті де ол өзін құрбан етті. Лилит бұл ауруханадағы ешкімге сенбеді. Сол себепті де дәрігер Неггерді өзімен бірге алып келген. Сол кезден бастап Лилит Сэмді де басқаларды да күдіктене бастады. Соның арқасында Сэмнің осы ауруханада бұрын-соңды жұмыс жасағанын біліп қойды. Лилит газировкамен қалай жұмыс жасау керектігін де білген еді. Тіпті Ларридің басқа ауруханадан келгенін де біліп қойды. Патнам мен Пенни ауруханадан қашқысы келді, бірақ та Ларри оларды полицияға ұстап берді. Джек пен Сэм Джектің кабинетіне келді. Ал осы жерде Сэм мені полиция ұстамайды, себебі мен ешқандай да жұмыстарыңа араласпадым деп кетіп қалғысы келді. Сонда Джек кабинетте қамалып қалды және іште тұрып Сэмге шприцті көрсетті. Және дәл осы шприцта операция бөлімшесінде Сэмнің саусақ іздері қалған еді. Сонда Сэм Джекке есікті ашшы деп жалына бастады, бірақ та Джек есікті ашпады. Нейр отаны тез арада жасады, бірақ та Лилиттің жүрегі Клейдің кеудесінде соқпады. Сонда Нейр реанимациялық әрекетке көшті. Осы уақытта Клей өзінің анасына мен үшін құрбандыққа бармашы дейді. Және мен әкем сияқты мықты емеспін және осындай ауыртпалықты көтеру менің жалғыз өзімнің қолымнан келмейді дейді. Сонда Лилит өзінің ұлына сенетінін айтты және ол әкесінен де мықты екенін ескертті. Сонда әйел баласына әкеңнің қайтыс болған кезін есіңе ал дейді. Әкесі қайтыс болар күні баланы ұрғысы келді. Сол кезде Лилит күйеуінің басынан ұрып, оның бас сүйегін сындырып жіберген. Ал осыдан кейін баланың әкесі баспалдақтан құлап өліп кеткен еді. Сонымен Лилит баласын қайтадан өмір сүруге көндірді. Осылайша Клейдің жүрегі қайтадан соға бастады. Әзірге доктор Неггер жұмыс жасап жатқанда Сэмді полициялар ұстап алды. Ал Клей операция аяқталғаннан кейін наркоздан аман-есен оянды. Вышел из наркоза. Әзірге осы достар, ал жалпы фильмнен көптеген сабақ алуға болады. Өкінішке орай біз де Клей сияқты анамыздың айтқанын тыңдамай жатамыз. Ал негізінде ойланып қарайтын болсақ, ол кісілер бізден де көп өмір сүрген және бізден де көп нәрсені біледі. Сол себепті досыңның қандай екенін де айтып бере алады. Ал біз болсақ, керемет барлығын білетін адам құсап, данышпан құсап, анашым қоя салшы дейміз. Ал енді айтарым достар, ата-ананың берген кеңесіне құлақ асып жүрейік және оларды ренжітпей, разылығын алып өмір сүрейік. Себебі Алланың разылығы ата-ананың разылығында. Достар, фильм жайында өз ойыңды комментарийге жаза кет. Ал егер фильм ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны да басып қой. Келесі көріскенше аман сау болыңдар достар.